Ассалаумағалейкум, құрметті оқырмандар. Қызылорда қаласы қаламыздың орталық аймақтарының бірі. Нақты айтқанда, Тыныбаев көшесінің бойындағы 4-ші үй. Жер аумағымыз 7 сотық. Бұл үйдің сыртқы көрінісі шаңырақ тәріздес. Дарбазамыз, есік алды. Осы аймағынан бастап стяжка төселген. Мына жағынан арнайы қызметкерлердің келіп, осы аймақтан септикті тазартуға арналған тесігі. Үйдің сыртқы бөлігінде екі жағынан бейнебақылау орнатылған. Мына бірі, мына екіншісі. Оны үйдің ішіне кіргеннен кейін тағы да сіздерге айта кетеміз. Аулаға кірсек, толықтай брусчатка төселген. Ана үйдің аймағына дейін. Есік алдында ескі үйіміз бар. Қазір ол жақты қойма ретінде үй иелері пайдаланып отыр. Үйдің жағдайы жақсы. Мына жақтар шағын демалыс орны. Және де мына бөлігінде тапчан, ерекше шамдар. Жалпы кешке үйдің осы аймақтарының барлығында жарық жаққан кезде ерекше болып көрінеді. Бұл үйдің өзі төр жағында орналасқан. Жалпы 2017 жылы салынған толықтай газоблоктан. Фундаментіміздің биіктігі шамамен 90 см, кезінде 1 метр болған. Бірақ қазіргі таңда мына брусчатканы төсегеннен кейін астыңғы сантиметрлері көрінбей қалған. 3-ші бейнебақылау және осы үйдің артқы жағында 4-шісі орналасқан. Үйге 380 тоқ көзі келіп тұр. Үстіңгі бөлігіміз толықтай навес жабылған. Жиектері, трубаларын көрдіңіздер, қалыңдығын өте мығым салынған. Үйдің кіреберіс аймағында, яғни дарбазаның дәл үстіңгі бөлігінде арнайлап үй иесі өзі орнатқан су себетін құрылғымыз бар, яғни көрдіңіздер, трубамыз, сол трубаның бойымен осы брусчаткамыздың бетіне су себіліп, мына жағымен уклонмен мына аймақтың барлығы суландырып тұрады. Үйдің артқы жағында жеміс жидектеріміз, бау-бақшамыз, итке арналған 2 күркеміз бар. Міне жаңағы айтқан бейнебақылауымыз мына маңайда. 4-шісі сыртта орналасқан душ және де әжетхана бар. Үйдің кіреберіс бөлігінде төр жағында осындай арнайы встроенный шкаф бар. Купейный есігімен тереземіздің көрінісі. Тереземіз енді үлкен қоңыр пластикпен. Көрдіңіздер. Қабырғамыз түс қағаз. Жердегі төсенішіміз бұл аймақта кафель. Жермен теплый пол жүргізілген. Осы кіреберістен оңға қарай жүрсеңіз, санитарлық торабы көрінеді. Оң жағында толықтай кафельденген. Осы санитарлық тораптың үстіңгі бөлігі натяжной потолок тартылған. Сумен, жылумен ешқандай кедергі, ешқандай проблема жоқ. Дәліз дейміз бұл аймақты. Стенаға, яғни қабырғаға арнайлап бекітілген полкаларымыз бар. Жеке зат, сувенир, үйдің суреттерін қоюға арналған. Мына жағында аквариум. Алда үйде жиһаздардың бірең сараңға қалап, мына жағында ас бөлмесі, төрімізде қонақ бөлмесі, және мына бөлігінде қазағы, төмендегі бөлме. Баспалдағымыздың көрінісі. Оған сәл кейінірек келеміз. Енді ортаңғы бөлігінен шығып, қонақ бөлмесін көріп шықсақ, өте кең. Енді үйге ешқандай жөндеу жұмыстарының қажеті жоқ. Жаңа үй. Мына сплит система үй иесімен бірге алып кетеді. Үстіңгі бөлігіміз эмульсия. Люстрамыз үлкен. Жердегі төсенішіміз үйдің барлығында
ламинат. Есіктеріміз бағалы. Дәл сол дәлізден солға қарай жүрсеңіз, ас бөлмесі, терезесі ас бөлмесінің. Мына жағында жиһазы, ақшыл түсті, ашық. Ас бөлмемізде кең. Теледидарлардың барлығын үй иесі өзімен алып кетеді. Бұрышта орналасқан ауқаттанатын аймағымыз. Енді осы жақтан шығып, қазақы бөлмемізді көріп шықсақ. Бұл жақта да сплит система бар, кондиционер. Теледидарымыз. Үстіңгі бөліктің биіктігі 3:20 шамамен. Жиһаздары, кілемдер. Мына бөлігінде сырттағы бейне бақылауды қадағалап отыратын мониторымыз бар. Үстіңгі бөлігінде де, астыңғы бөлігінде. Енді үстіңгі бөлігін көріп шықсақ, екінші қабатты барар жолда осындай үлкен, ашық, ұзына бойы орналасқан, яғни потолокқа дейін орналасқан тереземіз бар. Ағаштың материалы бук. Осы лестницаның өзінің толық бағасы 2 миллион теңгені құрады. Енді екінші қабаттың ортаңғы бөлігіндеміз қазір. Сіздермен жан-жаққа бөлмелеріміз шығады. Арғы жағында шағын балконымыз, демалыс орны. Мына жағында санитарлық торабымыз. Және де сол баспалдақтан кірген бойда оңға қарай және де тура бөлмелеріміз шығады. Жатын бөлме. Мына жағында тағы бір жатын бөлме. Балалар бөлмесі. Ал мына бөлігінде тағы бір жатын бөлме. Турамызда орналасқан жатын бөлмеге кірсек, бұл жақта да сплит система бар. Теледидар барлығы бар. Қабырғамыздың көрінісі, үстіңгі бөлігі. Өзінің бөлмедегі жиһазы толықтай қалады. Мынау жаңағы айтқан бейне бақылауымыздың мониторы. Мына жағында балконды көре кетсек, балкон өзінің телевизорымен, яғни кішкене болса да демалып отыруға арналған бөлме. Санитарлық торабымыз үстіңгі бөлігіндегі душевой отдел, қол жуатын аймағы және де әжет ханасы. Бұл жақта да натяжной потолок тартылған. Енді осы баспалдақтан кірген бойда оңға қарай жүрсеңіз, бағанағы айтқан 3 бөлмеміз бар. Бір балалар бөлмесі және 2 жатын бөлме. Сол 2 жатын бөлменің біреуі қазір біздің көріп жатқанымыз кереуеті, жиһазы. Үй иелері үйді өте таза ұстап отыр. Көрініп тұр. Түс қағазымыз комбинированный. Мына жағында балалар бөлмесі. Мына жағында шағын турникет бар. Жалпы сапалы түрде жасалған. Ал мына бөлігінде соңғы жатын бөлмеміз, кондиционері бар, терезе. Қабырғамыз бұл жақта да комбинированный. Түс қағазымыз, жиһаздары, қосымша тоқ көздері бар. Үйдің ауданы шамамен 400-ге жуық. Бұл ортаңғы бөлік. Осы үйді сатып алу жөнінде біздің Instagram парақшамыздың постасындағы нөмірге хабарлассаңыздар болады.